Қалайсыз жәке, тренировка бастап жатыр екенсіз. Білесіз ғой, бұрында спор болып еді ғой. Мен де тренировка барғым келіп жүр. Спорласайық. 1 миллион емес, 2 миллион, 10 миллион. Кім тренировканы тастайды, 10 миллион теңге береді. Зато тастамаймыз. Зато екеумізге пайдалы спор. Қалай қарайсыз? Аптасына 3 рет. Мен бастағым келіп жүр. Жүрек дейді. Что там, мынандай да бар екен ағайындар. Руками не трогать дейді. Я уже водил. Мынандай машина бар екен. Мынандай бар екен. Как снизить нагрузку на себя? Если заправить брюки в носки, люди от вас не будут много требовать. Азамендер документтер туралап алдық, бұйырса жақсы жаңалықтар бар. Нормально? Снимай, бүгін жұмыс көп. Лифтке екі адам кіруге қорып қалды ғой, әсіресе жігіттермен. Қыздар араласып кірейік, жігіттер лифт. Тамақ ішеміз. Шашалып қойған ба, бірақ кешегі видеоны саласам. Түсіп қойғам, кешегі видеоны саласам. Қарызға ақша сау жалғасуда, бірақ бір-екі адамдар бар, берем деген бүгін де барат шығамын. Одан перек ашып қойма. Жоқ. Ойын ұтсаң 10 мың теңге жақсылаптың да. Мен сенің телефон арқылы көзіңді жұмдыра аламын. 3 секунд шыдасаң болды. Дайынсың ба? 1, 2, 3, 4, 5. Ұтылдың. Мен саған 3 секунд қана деп шыда деген. Қайттан ойнауға болмайды. Соңғы уақытта кино мәселесі, осы киноның маркетингін қатты зерттеп жүрмін. Нешедің алушылар бар. Сіздерге қандай кино ұнайды? Қазақстандағы кімдер ұнайды, кімдер ұнамайды жазыңыздар. Ешкімге көрсетпеймін. Просто маған қызықта кино саласы. Оқырмандар, егер біз кино түсірсек, рекорд қоя аламыз ба? Лярдтан асыра аламыз ба? Зато бір жаңа үй алатын, машина алатын, бәрін алатын. Бүкіл билеттер сатып аламын, бүкіл киноға кіріп шығам. Давайте былай болайық, тағы да айтамын, ашық болайық. Қандай кино соңғы кезде көрдіңіздер? Мен жазып кетіңіздер, кино түсірейін ба? Бір киноның маркетингін алайын ба? Қазақша киноларға сұраныс көп па, орысша киноларға сұраныс? Қазақша, американский. Бәрі нормально ба, да? Мынау точно гольфтікі ма? Шортингіз қате екен, ағай. Шортинг бұтынан түсіп кете береді. Осы ма есентайларың? Бір жерге келдім. Жақсы хабар болса, осы жаман болса, салайын. Айге, қалайсыз, қосыға амансыз, жақсы. Машалла. Қалай, жақсы. Жақсы, қош көрдік. Ойға. Шүкір ақшамды қазір бітіргізсің, жабасың. Өзі, туған күнді ойлап қойды. Өке өткенде шақырған себебім Нұреке өткенден ал. Мен жоқ деп айттым. Рахмет осыға. Енді. Қанша берасыз? Ақшаға келсін. Енді өткенде өзіңіз бірақ ол көп сұрадыңыз. Иә, білемін, 300 миллион. 300 емес, 200 шаруаларыңызды. Енді өткенде өзіңіз Иә. Қысқа уақытта жауап тастайын деп. Иә, құдай ол айтқан уақытта. Бұл жігіттің бір риза болатыным, жастарды дұрыс жолға тәрбиелейді деген сондай ниетім бар. Кәдімгі дәлел болсын. Енді достар, енді Нәшеге өте керемет жаңалық болып отыр. Бір жағынан қалай айтсам білмеймін, өзі аз ақша емес сұрағанын білесіздер. Но бір жағынан мен қазір ешкімге біреуге қарыз алыңдар деп жатқан жоқпын. Просто мен өзімнің ісіммен, мен өзім күнім өзіме жетеді. Просто мен көп ақша табу үшін мен өзім ақша жинай алмағандықтан осылай істеп отырмын. Сіздер қарыз алмаңыздар көп. Сіздер просто осыған қарап өз-өздеріңізге сеніңіздер. Досекен қазір. Досеге рахмет шынымен тағы да Досеке. Бұйырға. Салмай-ақ қойсаңшы? Жоқ, салам, нормально. Осылай. $200 ма? Доллармен ғой, доллармен қайтарам.
Достар, мына ақша жақсы. Но қарыз ақша, менің ақшам емес, қайтаратын ақша бұл. Қорқынышты негізі. Жақын адамнан қарызға ақша алуға болмайды. Менен қарыз ақша сұрап отырсаң. Класстастар, достар, кентаудағылар, ауылдағылар, қыдырайық.